тік бұрышты параллелепипед, яғни ол бізде мына бір фигура, осы бір дене немесе осыған ұқсас үйімізде қандай бір зат болса, оның барлығы осы тік бұрышты параллелепипед дегенге жататын болады. Енді бұның аташылықтары қандай? Тік бұрыш деген мында сөз бар, яғни тік бұрыш, бұның барлық жақтары, барлық жердегі бұрыштар тік бұрыш болады. Мына бұрыш тік, мына екі арасындағы бұрыш тік, астында барлығы тік бұрыш болып табылады, бұл жердің барлығы. Енді бұл тік бұрышты параллелепипедтің үш өлшемді бұл. Яғни бұның, мысалға біздің үйімізде отырған бөлмеміз болса, немесе сыныпта отырған біздің сыныптағы кабинет болатын болса, сол сыныбымыздың бізде бұлай ені болады, ені. Сосын ол кабинеттің бөлменің ұзындығы болады. Мысалға 6-да 10 ұзындығымен ені. Сосын біз отырған бөлменің, сыныптың биіктігі болады. Мысалы, мына биіктік қазір бізде 5 болып тұр. Өте биік екен, Міне осындай үш өлшем: ені, ұзындығы, және бұл биіктігі. Осындай үш өлшем болып табылады. Енді бұл жерде біз тағы өте маңызды білуіміз керек нәрселер бар. Бұл тік бұрышты параллелепипедтің қанша беті бар, қанша қыры бар, қанша төбесі бар. Ең бірінші бастайық, бұның қанша төбесі бар. Төбе дегеніміз бұның әрбір бұрышы ғой, төбесіндегі мына жерлері. Мына төбесі болып табылады. Мына бізде төбесі, бір төбесі, екі төбесі, үш төбесі, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8. Бұның 8 төбесі бар. Екінші сұрақ бар, бұның қанша беті бар. Яғни біз отырған, немесе біз адам ретінде отырған болатын болсақ, біздің алдымыз бар. Мен өшірде бітмен тұрған болатын болсам, бұның алды жағы бар, және де оның артқы жағы бар. Алды, арты, сосын оң жағы, сол жағы бар. Сосын бұның төбесі бар, және оның асты жағы бар. Сонда бұның 6 жағы бар екен. Адамның біздің 6 жағымыз бар. Және де бұл параллелепипедтің 6 беті бар. Бет деген біздің пол ғой. Пол, қабырғалары, ары қабырға, оң жағы, арт жағы, алды жағы. Сосын төбесі, біздің төбеміз, патологымыз. Міне осындай бұның 6 беті бар. Және де бұның неше қыры бар деген бізде келесі сұрақ бар. Жазып қойық. 8 төбесі бар. Жаңа бізде 6 беті болды. Немесе бұның жағы деп айтсақ та болады. 6 жағы. Сосын бұлда 12 қыры бар. Қазір санап шығамыз 12 қырын. Бізде 6 ғой. Осы 6-ға сәйкес 6 біреу, екеу, үшеу, төртеу. 6 дегеннен бізде төртеу болады. 10 дегеннен 10-нан біреу, екеу, үшеу, төртеу, тағы да төртеу болды. Осы 5-еу биіктік қой бізде. Яғни енінен бізде төртеу болады, ұзындығынан төртеу болады, биіктіктен тағы төртеу болады. 4, 4, 4 бәрін қосақ бізде 12 қыры болып табылады. Енді келесі бізде мұнда мәселе бар. Көлем деген нәрсе бар. Жалпы көлем дегеніміз не ол? Көлем дегеніміз мына жерде біз дәл осыларды 6, 10, 5 деп біздің кубик рубик сияқты бәрін теңдей бөлетін болсақ, мен 6-ға бөлсем, 6-ға бөлсем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жалпы 6-ға бөліп тастадым. Енді бұны біз бұлай 10-ға бөлу керекпіз. Бұлай 10-ға бөлем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мысалға. Бұл 10-ға бөлінді. Сосын біз бұны бұлай 5-ке, биіктікті 5-ке бөлу керекпіз, биіктікті. Биіктікті біз бұлай бөлеміз. 1, 2, 3, 4. Осылай бәрін бұлай бөліп шыққан кезде, осы жерден енді өте ұсақ бізде кішкене көбіктер шығады ғой, осындай. Кішкене көбіктер шығады бізде. Осындай кішкене көбіктер шығады бізде. Осындай көбіктерден бұл жерде қанша шығатын болса, сол бізде бұл осының көлемін білдіреді. Оны табу үшін біз бұлай 6-ға бөлдік қой.
6-ға бөлсек 6, көбейтілген мына біз 10-ға бөлдік қой. 10-ға бөлсек көбейтілген 10 болады. Ең астында 60 болады. Ең астың қатарында аудан сияқты. Ал биіктік бізде 5 ғой. Тағы біз былай биіктікті былай 5-ке бөліп тастадық. Тағы көбейтеміз 5-ке. Бәрін көбейтсек, бізге 5-ке 6 30 болады. 30-ға 10 300 болады. Сонда бұның көлемі 300-ге тең болады екен. Мына жерден көрсету деген бар, осын бастық. Міне табан ауданы, биіктігі, ұзындығы енін көбейтеміз және биіктік көбейтеміз. 6 10 5 көбейткен кезде жалпы 300 бірлік шығады. Неде 300 шығады деген сөз. Бұл жерде бізге нүктелер жылжытыңыз дейді. Біз мыналарды өзіміз жылжытып көрсек болады. Міне 3-ке жылжытсақ, міне 30 болды, 5 150 шығып кетті. 10 дегенді кішірейтеміз. Жалпы 48 куб болды. Міне осыған ұқсас біздің өмірімізде неде қандай заттар бар, соның барлығы тік бұрышты парапетке жататын болады. Міне өте осы кішкене заттарда міне әрбір жағын бұрып көруге болады.